Саламатсыздар ма балалар? Жаңа тақырыпты бастамас бұрын өткен тақырыпқа шолу жасап жіберейік. Біз алдыңғы сабақта видеопад редакторының терезесінің атауларымен танысқан болатынбыз. Берілген суретке сәйкес терезенің атауларын тиісті ұяшыққа бірге орналастырып жіберейік. Бұл жерде бірінші мәзір жолағы және екінші құралдар тақтасы, ал үшінші файлдар тақтасы және алдын ала қарау тақтасы. Одан кейін уақыт көрсеткіші және видео жазба жолы. Одан кейін аудио жазба жолы. Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы видеопад редакторының мүмкіндіктері. Бүгінгі сабақтан үйренетініміз видеопад редакторының мүмкіндіктері, видеопад редакторы құралдар тақтасының мүмкіндіктері. Олай болса, видеопад редакторы құралдар тақтасының қызметімен толықтай танысып шығайық. Редакторды іске қосу үшін жұмыс үстелінде орналасқан видеопад редакторының белгісесін тінтуірмен 2 рет басып ашамыз. Осы құралдарды пайдалану арқылы біз видеожазбаларды сапалы дайындай аламыз. Сонымен қатар видеожазбаларға әртүрлі әсерлер, аудиолар, суреттер, мәтін титрлерін енгізуге мүмкіндік береді. Мына ашу батырмасы, видеоны кірістіру батырмасы. Ал мына батырма видеоны экспорттау батырмасы. Одан кейін нысандарды кірістіру батырмасы. Ал мына батырма жобаны сақтау батырмасы. Одан кейін файлдарды кірістіру батырмасы. Мәтінді кірістіру батырмасы. Ал мынау флашканы кірістіру. Одан кейін жазу батырмасы. Бұл батырманың қызметі камера арқылы өзіңді видеоға түсіруге, экранды жазуға, оның ішінде дауысты жазуға мүмкіндік береді. Одан кейінгі батырма видео әсерлер. Келесі батырма ауысулар және жою батырмасы. Келесі аудио әсерлер. Одан кейін мәтіндік әсерлер. Ал мына батырма қалпына келтіру. Ал енді балалар, видеопад редакторының құралдарының ішіндегі ең маңыздылармен танысып өтейік. Нысандарды кірістіру батырмасымен, яғни мына батырмамен видео жазбаларға қарапайым мәтін, анимация, титрлер, суреттер кірістіруге болады. Біз осы батырманы басып, мына бөлімдегі титрларды қосып көрейік. Және видеомызға сәйкес бір тақырып жазамыз. Енді іске қосып көрейік. Мінекей. Балалар, бүгінгі сабақта біраз мағлұмат берілді. Ендігі кезекте мына берілген тапсырманы орындап жіберейік. Яғни терезелердің атауларын сәйкестендіріңдер. Балалар, берілген уақыт аяқталды. Тапсырманы орындап болсақ, өз жауаптарыңды сәйкестендіріңдер. Бірінші, уақытты көрсету. Одан кейін мәтіндік әсерлер. Ал келесі, қаріптің түсін өзгерту. Енді тексеріп көрейік. Мінекей, жарайсыңдар.